Ас қорыту жүйесі. Ас қорыту барысында қорек организм оны оңай сіңіру үшін арнайы массаға айналады. Ауызға түскен ас сілекеймен шыланады. Сілекей қоректі шайнау және тістермен ұсақтау барысында ерітуді бастайды. Тіл ұсақталған қоректі ары қарай жұтқыншаққа итереді. Жұтқыншаққа түскен ас жұту рефлексін туғызады. Бөбешік жұтқыншақ үстінде орналасқан, осылайша ол қоректің кеңірдекке түсіп кетпеуіне әсер етеді. Жұтқыншақ арқылы қорек өңешке өтеді. Перистальтика, яғни ас қорыту мүшелерінің толқындық қозғалысы нәтижесінде қорек өңештен төменге қарай өтеді. Қорек өңеш сфинктері арқылы асқазанға түседі. Асқазанның ерекше бұлшықетті құрылымының арқасында қорек химусқа айналады. Химус филиарлы сфинктер арқылы шығады. Ары қарай ол ұлтабарға өтеді. Қоректің көп бөлігі сіңіріледі және ас қорытуы аш ішекте өтеді. Шырыш ферменттерді жасайды. Олар ұйқы безі мен бауырдың ферменттеріне көмектеседі. Осылайша ас қорытудың химиялық процесі аяқталады. Қабырғаларын бөрілер қаптаған. Соларда қоректік заттардың сіңірілуі жүзеге асады. Әрбір қан және сүт капиллярларынан тұрады. Олар қорытылған пайдалы заттарды сіңіреді. Сол кезде пайдалы заттар қан арқылы дененің басқа да клеткаларына өтеді. Қорытылмаған ас қалдықтары илиоцекальды клапанға жетіп, тоқ ішекке өтеді. Тоқ ішек суды сіңіреді, витаминдерді түзеді, шырыш туғызады, фекалийлерді өндіреді және кетіреді. Перистальтика көмегімен фекалийлер анал тесігіне дейін жетіп, дефекация процесі жүзеге асады.